Шымкент қаласы мәслихатының депутаты Талғат Балтабаев кезекті қоғамдық қабылдауын өткізіп, тұрғындардың мәселелері мен талап тілегін тыңдады. Бұл жолы халық қалаулысынан 10 азамат көмек сұрап келген. Кезекті қоғамдық қабылдауымда азаматтарды қабылдадым. 10 азамат қоғамдық қабылдауым жазылды. Олардың ішінде тұрғын үй мәселесі бойынша, жер алу мәселесі бойынша, одан кейін заң орындарына байланысты өздерінің жанайқайлары бар екенін маған жеткізді. Бұл мәселелердің бәрін тиісті орындарға депутат сол арқылы жолдап, біразына заң түрінде түсіндірме жұмыстарын, одан кейін одан бөлек мынау заң орындарына байланысты шағымдар бойынша соларды мықты юристтер арқылы соларға заң бойынша көмек беруге өзім уәдемді бердім. Одан бөлек мынау әлеуметтік көмек мемлекет тарапынан берілетін ол мәселелер бойынша да өз тарапынан жұмыстарды атқарып, нәтижесі жайында өзімнің әлеуметтік желіде парақшама шығаратын боламын. Аманат партиясының Шымкент қалалық филиалында өтті менің қоғамдық қабылдауым. Менде өзімде жеке өзім қоғамдық қабылдауым бар. Ол жетілдік күн сайын азаматтарды қабылдаймын. Егер азаматтар толғандырған сауалдар болып жатса, мәселелер болып жатса, мен өзімнің қоғамдық қабылдауымды қабылдауға әрдайым дайынмын. Менің қоғамдық қабылдауым мынау Көмекбаев көшесіндегі Аманат бизнес орталығында орналасқан. Сол жерге келіп, кез келген уақытта алдын ала жазылып, мен қоғамдық қабылдауыма келе берсе болады. Қоғамдық қабылдауға жазылғандардың дені әлеуметтік көмек сұрайды. Жоғалған үйінің құжатын қайта жасату үшін талай табалдырық тоздырып, шешімін таппай жүрген тұрғындар да бар. Ал Жазира Медетбаева бұған дейін де өзге депутаттың қоғамдық қабылдауына жазылғанын айтады. Мен 8 ай алдын бұрын келдім, осы жерге келдім, депутатпен кездестім, маған атаулы әлеуметтік көмек көрсетемін деп уәде берді. Ешқандай уәдесінде тұрған жоқ. Бүгін және келіп тұрмын, Талғат Балтабаевке келдім, ол маған жәрдем беремін деп уәдесін берді. Енді осыны күтем.